Алматыда көлік арзандап жатыр дейді. Рас. Бірақ бәріне бірдей пайдасы тиіп жатыр ма? Ол басқа әңгіме. Бір кезде көлік таппай сабылып едік қой. Қазір салонға кірсең, көліктің түр-түрі тұр. Әсіресе Қытайдың машиналары қаптап кеткен. Түрі көп, бағасы да қолжетімді. Жаңасын алам десең, қиналмайсың. Ал ескі көліктердің жағдайы не боп жатыр? Сататын адам көп, алатын адам азайып кеткен. Бұрын Камри болса болды, бірден алып кетуші еді. Қазір олай емес. 10 жылдан асқан көлікке 10 миллион беріп не істейді? Сол ақшаға жаңасын алуға болады ғой. Сол себепті баға түсіп жатыр. Былтырға қарағанда ескі көліктер кем 14%-ға арзандаған. Бұл деген 1,5-2 миллион теңгеге дейін айырмашылық бар деген сөз. Мысалы, жаңа BYD электр көлігі бар 5 миллион теңге. 5 миллион. Ал сен сол бағаға ескі Камри алғың келеді ме? Қазір салондағы бағалар қолжетімді. Corolla 14 миллион, Cerato 12, Tucson 15,5. Ақшаң болса, мініп кете бересің. Кредит алу да жеңілдеген. Егер көліктің жарты ақшасын алдын ала төлесең, қалғанын банк өзі реттеп береді. Бұрынғыдай 1000 қағаз жинамайсың. Сондықтан ағайын, көлік алам десең, қазір жақсы уақыт. Бірақ асықпа. Тағы сәл күтсең, баға тағы да түсіп қалуы мүмкін. Ал ескі көлігің бар болса, сатып үлгер. Күн өткен сайын арзандай берері анық. Ұнаса, лайк бас, жазылып қой. Пікірде өз ойыңды қалдыр. Көлік базары жайлы кім не ойлайды екен, бірге сараптап көрейік.